Құрметті көрермен, егерде сіздің де балаңыз осында келіп сұхбат берген қаласаңыз, төмендегі номерлерге хабарласыңыздар. Келесі жұлдыз сіздің балаңыз болуы мүмкін. Сәлем, бізді тұрақты көріп жүрген көрермендеріміз, не болмаса кездейсоқ көріп қалған құрметті көрермендер. Біз бастаймыз. Бүгін бізде жаңа қонақ. Есімің кім? Мұхаммед Наби. Есімің кім? Дамелия. Жібек. Анель. Мөлдір. Аманқұлов Мұрислам. Аяна. Рахматуа Димаш. Мұрат Шыңғыс. Ақпан. Есімім Төлеген. Қазақтың ұлттық ойындарына не кіреді? Қазақтың ұлттық ойындарына көкпар, асық, арқан тартыс, алтыбақан. Асық, арқан тартыс, көкпар, асық, алтыбақан, арқан тартыс, қыз қуу, асық, көкпар тартыс, бәйге, асық ойыны, ләңгі, Қыз қуу, асық ату. Саған қайсысы ұнайды? Көкпар ұнайды ғой. маған көкпар тартыс, асық, Атқа мініп шығу ұнайды, бәйге ұнайды көкпар. Көшеден бір қап ақша тауып алдым. Не істейсің? Егесін іздеймін алдымен. Егесін іздеп барып, кейіннен барып егесі табылмаса аламын. мүмкін ол ақшаны тауып алсам, оны мен жасамам ғой. Біреудің ақшасын аламын, мен оның жартысын әкімшілікке беріп, 1 миллион теңгенің жартысын ақшасы кедейлерге беремін. Мен отбасыммен қыдыратын едім, және оны тележурналист болуға дайын қыптарыма, қадамдарыма жұмсайтын едім. Rolls-Royce деген машина алуым. Ойыншықта сондай 200 миллион тұрады. 200 миллион? Бірақ сенде 1 миллион ба? Енді ақшамен жұмыс істейсің, бар табасында сол ақшаларды соған енді алуға болатын. Оны өзіне беретін. Ақшасы жетеді саған беріп тұр. Үйдегі подарок аласың, машина аласың. Машина аласың ба? Қандай машина? Көресің ғой? Мал алсаң не болады ғой? Қайырымдылыққа, өзімнің армандарыма жетуге және әрине ата-анама беретім. Сен үшін топ 3 актер кім? Тәуекел Мүслім, білмеймін. Жалпы Тәуекел Мүслім бірінші, соңында Тәуекел Мүслім десе. Нұрлан Қоямбек. Джеки Чан, Брюс Ли, Бак. Бір Мейрам киностудия деген кино бар екен. Бір бала бар екен да, оның аты Дамир екен. Дамир? Әлі Ахметов, Мирғат Амангелдин, Джеки Чан. 2030-дағы Мұхаммед Наби қандай? Мүмкін үйленеміз, или көлік алам 18 жастағы Мұхаммед Наби. Көлік алған, үй алған, танымал актер деп көрем өзім болашағымды. Білмеймін енді әдемі мағынандай, сондай қазір де әдемі, мынандай әнші, сондай жақсы бала. Жақсы бала ма? Қызықтық жасамайды. 19-да болған. Үлкен. Өте өмірге деген құштарлығы мол. Қартаймаған. Қартаймаған? Сонда қандай дәрі ішкен ол? Айта алмаймын мен. Секрет па, секрет. Көзі тоятын, Мұрты бар. 100% адам. Мықты балам, осы киімдегіден қарағанда. Дауысым күшті болады, үлкен қыз болып қаламын, тәрбием басқаша болады. Телефонсыз бір күнде өмір сүре аласың ба? Ешкімге хабарласпай, мен сүріп көрген ғой. Жиі телефон ұстамауға тырысам өзім. Бірақ түнде көріп қоя беремін телефонда. Кинолар көремін түнде. Азанда осы тірлікпен жүремін, кітап оқимын бос уақытымда. Сүре аласың ба? Үйде балама көмектесем, бір бәлік пісірем, торт, пирог. Далада ойындар ойнаса қызық болады. Түрлі нәрселер бар. Телефонсыз да өмір сүруге болады. Мен телефонға 1 сағаттай уақытым кетеді. Ал былай сабақ оқимын, далада достарыммен серуендеймін. Бола береді, мен телефонсыз да жүрген, кітап оқимын, сабақ оқимын. Білмеймін, пока что жүрім. Пока что жүресің ба? Иә. Ішің пысып кетеді. Үйде телевизор көресің, жұмыс істейсің, тауға барасың. Ештеңе. Үйді жинауға болады, ұйықтауға болады, ойнауға болады, қыздармен сөйлесуге болады. Ал чемпион дегеніміз кім? Чемпиондар ол футболдан сондайлардың чемпиондарды, кубок алатындар чемпион. Түрлі адам. Чемпион, боксер, спортпен айналысатындар, актерлар, түрлі адамдар бар.
чемпион деген ол бір мысалы бір деңгейге барып жүрсе ол чемпион болу керек. А бармай жүрсе? Ол чемпион болмайды. Актер дегеніміз кім? Актер деген киноға түсетін адамдар, актерларды киноға түсіп Таланттарын көрсетеді. Ол киноға түсетін, кинодағы рөлді сомдайтын адам. Актер деген ол мынандай киноларға қатысатын сондай адамдар ол. актер дегеніміз киноға түсетін талантты адамдар. Менің ойымша, актер ол 100% адам. Мысалы өмірде болған затты олар адамдарға кино арқылы жеткізеді. Тағы өз-өзінің өмірін басқа адамдарға таныстыра алады. Және өз-өзінің ойларын киномен жеткізе алады. Актер болу үшін не істеу керек? Көп дайындалу керек, сабақты жақсы оқу керек. Тағы? Соған қатысты өзің дайындала білу керек, арнайы жобаларға қатысу керек, талпыну керек. Видеоларға түсу керек, ұялмау керек, талпынып көру керек. Эмоция керек. Актер болу үшін бірінші кастингке қатысады. Если сен кастингтан өтсең, то сен уже киноға бару керексің. Актер болу үшін талантты болу керек. Актер болу үшін сенімділік керек, төзімділік. Көп дайындалу керек. Саған беретін аша, киноға түскенің үшін. Қанша сұрайсың? Фильмға қарай Бір жақсы сұрайсың. Бір жерінде кіріп шығатын рөл алдың. 100 мың, 50 мың шығар. Ақша жайлы мүлдем ойланбаппын. Фильмнің өзі маңыздырақ. Біраз болады, бірақ білмеймін, біраз болады. Тегін түсіп бер десе де, маған ұнаса тегін ақ түсіп беремін. Я тегін барасың ба? Иә. Бағдарлама ұнады ма? Несімен ұнады? Сіздермен ұнады ма? Супер. Иә. Несімен ұнады? Сіздер әзілдесесіздер және осы кино бақытына түсу үшін сіздер әртүрлі зат істейсіздер. Сол үшін сіздердің бағдарламаларыңыз ұнады. Иә. Несімен ұнады? Сұрақтары қызықты болды. Иә, өте жақсы. Жақсы ма? Несімен ұнады? Мен күнде интервью беріп жатқан жоқпын. Сізге үлкен рахмет. Келесі жүздескенше аман болыңыздар. Рахмет.